Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге тауық етімен дайындалған кеспе көженің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, етті бірнеше бөліктерге бөліп қайнатамыз. Етіміз қайнағанша қамырымызды дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оған тұзымызды саламыз. Ұнды илектен өткізіп, салып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Иленген қамырды 25-30 минуттай қойып қоямыз. Қамырым шамамен 30 минуттай тұрды. Енді жұқалап жаямыз. Жайылған қамырымызға ұрпақты көбірек сепкен дұрыс. Сонда қамырымыз жабыспай, әдемі, дара-дара болып кесіледі. Осылай видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді өте жіңішкелеп, майдалап, турап шығамыз. Етіміз қайнады, көбігін алдық. Енді сәбізімізді, пиязымызды, дәмдеуіштерді салып қайнатамыз. Сәбіз жұмсарғанша. Содан соң картошкамызды салып, картошка піскенше тағы да қайнатамыз. Қазанның астындағы от орташа болғаны дұрыс. Қайнап тұрған сорпаға кесілген кеспемізді жайып, салып аламыз. Оттың астын үлкейтеміз. Шамамен кеспе 5-7 минуттай піседі. Ыстық күйінде кесемізге салып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Видео ұнады деген ойдамын. Бүгінгі кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер.